Доспол қызы Жаннұр, бәйтерек бөбекжайының тәрбиеленушісі. Әжесі Айсұлу балабақшалық әжелер мектебі кеңесінің төрайымы болса, анасы Шашугүл аналар мектебінің мүшесі. Шашугүл, ой жаңа сыртқа қарай шықсам, мына бір жерге ауылдың қасына апам көшіп келеді, біз амандас. Соғанып кетіп, кішкентайымнан бір өскен, ойбай біздің үйде кешке шай іш, ерулік берейік, келіндерімен келіп шай іш деді. Кәне қонақтың жағдайын жасап жіберейік. Онда қазір ет ас тастайын. Содан кейін барып шайдың тәттілерін жасайық. Олай болса ене, шайға қандай тәттілер жасаймыз? Ұлттық тағам шайға жақсы ма? Тары бар емес па? Осы тарыдан майсоқ жасайық. Сосын жент жасап жіберейік. Онда сен керіге тарыңды түйе ғой, мен диірменмен тартып, жылдамдатып жеттім. Талқанын жасап жіберейік кәне. Мынау диірмен қызым. Мынау тарыны білесің бе? Мынау судан тартып атырған талқан. Ал енді жаңағы қызым қара. Мынау міне жаңағы диірменге тартқан тарымыз. Міне осыған мынандай қылып, мынау не? Секер қосамыз. Солай ма? Секер. Содан кейін барып мынау міне қара мейізіміз. Тәтті болу үшін мынаған мейіз қосамыз міне. Араластырамыз міне. Олай болса, Жаннұр қызым енді жентіміз дайын бол. Енді олай болса майсоғыңды қарап жібер, Шашугүл. Майсоғыңды пісіре ғой. Кішкене майсоғымызге өзінің мөлшерінше азғантай су құямыз. Үстіне Қант саламыз. Жақсылап араластырып. Үстіне майын саламыз. Майсөк деген адам денсаулығына өте пайдалы, ертеден келе жатырған тәттінің бір түрі. Мына дайындаған жентіміз. Міне енді қонақтарымыздың шай ішуіне дайын. Дастарханға осылай жасап міне қоямыз. Ене, менің майсөгім де дайын болған. Онда дастарханға қоя ғой кәне. Дастарханға қоя бер. Қазір қонақтар келе жатыр. Жаннұр, өте жақсы міне мамаңның майсөгі дайын болды міне енді. Шашугүл, қонақтар келіп қалды ау деймін. Қарсы алайық. Замандас. Қош келдіңіздер. Рахмет. Көп жаса балам, бақытты бол. Бала шағаларымның қызығын көр айналайын. Қонақтар қош келдіңіздер енді. Қонақ несібесін ала келеді дейді ғой. Балағым бізге бір өскен мынау апам еді. Соны көріп қалып, өзі жақын жерге келіп атқасын. Шай ішінде ерулік деген қазақтың салт дәстүрімен енді шақырып атқан жайым бар енді. Шашугүл жан етіңді әкеле ғой мына жерге. Ал енді апа, мына қазақтың сірә тар деген тағамның қасиетті тағам екенін, оның көп нәрсеге денсаулыққа пайдалы екендігін сіз де бізбен бірге келсіз білесің ғой. Мынау мен тардан жасаған тары көжем. Әже, қалай жасаған? Ой, оны деген анау менің замандасым әжем жасаған. Қазір әжем саған бәрін түсіндіріп айтып береді. Бұл енді қызым жент деген тағам. Бұл тары деген тағамнан жасалады. Тарыны жақсылап, тазалап, содан кейін келіге, диірменге түйіп аламыз. Сосын керегінше талқанның үстіне секерін салып, мейізін салып, жаңағы тортасы айырылған сармайға былғап, дастарханға қоямыз. Бұны енді жаңағы пішіндерге бөліп те әдемілік үшін қоюға болады. Бұл өте дәруменге бай тағам. Әсіресе бұны ерте кезде ауқатты кісілер қолданатын болған екен дейді. Және де жаңағыдай көктемнің кезінде жіңішке аурулармен ауырған адамдарға да осы жаңағы жент тағамымен жаңағы денсаулығына пайдасын тигізетін болғандықтан дұрыс айтасыз. Оразаның кезінде сәресінде де осы жентті жейтін болған дейді. Қандай дәмді қазағымның тағамы. Жанға дауа, сары майдай жағады. Әр отбасы құндылығын сақтаса, жас ұрпақтың бағы биік жанады.